Сәлеметсіңдер ме оқушылар, шәкірт онлайн мектебі, сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз зат есім деп аталады. Сабағымыздың мақсаты зат есімнің тәуелдік жалғауларын, олардың түбірге жалғану ерекшеліктерін білемін, мәтіннің қатесін тауып түзетемін. Акула. Акула ешқашан тоймайды. Аузына не түссе соны жұта береді. Оның асқазаны да өте мықты. Жұтқанының бәрін қорытып үлгерсе де, үлгермесе де, өзіне ешқандай зиян келмейді. Қызық екен, я балалар, өте үлкен шығар. Бір акуланың асқазанынан неше түрлі заттар табылған. Мысалы, акуланың ішінен пошта жәшігі, бірнеше консерві банкісі, алтын теңге мен қымбат әшекейлер, көзілдірік, қол сағат, кастрөл, шеге, аттың тағасы шыққан екен. Жалпы акула бізде аузы дәу болады, я? Сонымен қоса асқазаны да дәу екен. Міне алдарында суреті тұр, шынымен де үлкен ғой, я балалар. Бірақ ойламайсың пошта жәшігін, көзілдірік жейді деп. Бірақ ол жейді екен, және оған асқазаны ауырмайды екен балалар. Әріптер қатарында жасырынған сөйлемді оқып көр. Ойланып табамыз балалар. Міне мына не арқылы, белгі арқылы келеміз. Белгі қалай тұр? Мысалы, тірші деген сөз келеді, я? Тауып көрейік. Мақалдың қатесін түзеп жаз. Өсер елдің баласы жанжалшыл келеді. Өшер елдің баласы арманшыл келеді. Келісеміз бе балалар? Әрине келіспейміз. Себебі мақалда қате бар, және қандай қате бар? Тауып көрейік. Өсер елдің баласы жанжалшыл келеді ма? Жанжалшыл деген ұрсады, я, адамдармен дөрекілік көрсетеді, ол дұрыс емес. Ал өшер елдің баласы арманшыл келеді дейді. Арманшыл балалар көп нәрсеге қызығады. Ал енді екеуінің орындарын ауыстырсақ қалай болар екен? Өсер елдің баласы арманшыл келеді. Өшер елдің баласы, айтындар, жарайсыңдар, жанжалшыл келеді. Енді тексеріп көрейік. Өсер елдің баласы арманшыл келеді. Өшер елдің баласы жанжалшыл келеді. Өте дұрыс таптық балалар. Жарайсыңдар менің ақылдыларым. Шығармашылық үзіліс. Шабақ сөзіне ребус құрастырып көр. Шабақ сөзіне ребус құрастырып көреміз өзіміз. Мына сөзден шабақ шықпайды балалар. Бұл ребусты қазір өзіміз шешеміз. Күндегі тамағы балықтың шабағы. Теңізге барғандар жағадан табады. Демек, бұл күндегі тамағы балықтың шабағы. Демек, шабақ балықтың кішкентай балаларын шабақтарды жейтін жануар екен, я? Теңізге барғандар жағадан табады. Жағада не ұшып жүреді балалар? Тауып көрейік, я? Бізге мына ребус көмекке келеді. Табайық. Мынау не? Шар. Шардың қай әрпін алып тастаймыз? Соңғы әрпін, я? Шад деген сөз шығады. Мынау не? Торғай. Торғайдың алғашқы әрпін алып тастаймыз. Торғы қалады, я? Торға қалады. Және де лақ деген сөзден ең соңғы қ әрпін алып тастаймыз. Қандай сөз шықты? Таптыңдар, я? Жарайсыңдар. Шағала. Шағала деген құс балалар. Балықтың шабағымен, кішкентай балықтармен қоректенетін құс. Ол көбінде біз жағаға барған кезде төбеден көреміз. Жақшадағы сөздерге тәуелдік жалғауларын жалғап жаз. Айтпесем, сәйкес келмейді балалар. Біздің халық бақытты. Мемлекеттің мүлік шашпа. Сенің дауыс естіледі. Ораз ерін жыбырлатты. Сәйкес кеп тұрған жоқ, я? Енді сәйкестендіріп көрейік. Тәуелдік жалғауы дегеніміз балаларының ның, дің, дің, тың, тің деп аталады. Қайталаймыз. Ның, ның, дің, дің, тың, тің. Осы жалғауларды жалғансақ, тәуелдік жалғауы болады. Ол қалай болады мысалы? Менің дәптерім, сенің кітабың, оның заттары. Көрдіңдер ма? Тәуелді болып тұр, я? Менің, сенің, оның деп біз біріншіден бөліп тұрмыз, екіншіден тәуелденіп тұр. Енді қараймыз. Біздің халықтың
бақыты. Мемлекеттің мүлкін, мемлекеттің мүлкі болып тұр, оның заты болып тұр. Шашпа, сенің дауысың естіледі. Ораз ерінін жыбырлатты. Ораздың еріні деген сөз шығады. Демек, ораз ерінін жыбырлатты. Несін жыбырлатты? Ерінін жыбырлатты. Бұл сабақта не үйрендім? Тәуелдік жалғауының не екенін білдім. Тәуелдік жалғауының ның, дың, дың, тың, тың. Осы сөздерді жалғаймыз, тәуелдік жалғау болып шыға келеді. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше сау болыңдар. Мен сендерді жақсы көремін.